Саламатсың ба оқушы? Бүгінгі сабаққа қош келдің. Балалар, үйден сендер ұлттық мемлекеттіліктің жаңғыртылуы тақырыбын оқып, бейне жазбаларды көріп, қосымша материалды қараған боларсыңдар. Олай болса, балалар, үйде сендер ойланып, жеке жұмыс жасадыңдар. Енді сыныпта жұптық жұмысқа кірісеміз. Жұптық жұмыс: бірінші жұп КСРО-дағы жүйелік дағдарыс, екінші жұп 1986 жылғы желтоқсан оқиғасы, үшінші жұп Қазақстан қоғамдық бірлестіктер мен партиялар, төртінші жұп Қазақстанның егемендігінің жариялануы, бесінші жұп Қазақстан президентінің бүкіл халықтық сайлау және Қазақстанның тәуелсіздігінің жариялануы, алтыншы жұп Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың ұлттық мемлекеттіліктің қайта өрлеудегі рөлі, жетінші жұп Қазақстан Республикасының президенттігіне кезектен тыс сайлау, сегізінші жұп Қазақстанның мемлекеттік тәуелсіздік қалпына келтіру тарихи үдерістің заңды нәтижесі. Балалар, КСРО ұлттық саясатындағы қайшылықтар социалистік жоспарлы экономиканың экономикалық дәрменсіздігі кеңестер одағының дағдарысына және күйреуіне әкелді. Экономикадағы дағдарыс, сыртқы саясаттағы сәтсіздіктер, коммунистік идеология ықпалының шұғыл төмендеуі кеңестік жүйеге кері ықпалын тигізді. Бұл саясат жаңа тарихи қауымдастық кеңес халқының пайда болуын жариялаған 1977 жылғы Конституциядан көрініс тапты. 1985 жылы Горбачевтың бастамасы бойынша жүргізілген қайта құру реформалары кеңес мемлекетін құтқара алмады. Алматыдағы 1986 жылы желтоқсан оқиғасы Қазақ КСР басшысы Дінмұхамед Қонаевты қызметіне босатып, орнына Колбинді тағайындауға қарсы қазақ жастарының батыл наразылық білдіруі ұлттық сананың қаншалықты өскенін көрсетті. Қатал басып жанышталған наразылық шеруі КСРО басшылығына республикадағы жағдайын хабар берген алғашқы дабыл болып Қазақстанның тәуелсіздігіне жол салды. 1987 жылы жариялылық толқынында алғашқы қоғамдық ұйымдар пайда болды. Олар экологиялық зиянды өндірістерді жабуды жақтаушылар, Арал мен Балқашты құтқару, Олжас Сүлейменов басқарған Невада-Семей ядролық сынақтарға қарсы қозғалыс, тарихи ағартушылық, сталинизм қылмыстарын әшкерелеуші, мемориал және әділет ұлттық мәдени сипатта болды. Қайта құрудың үшінші кезеңінде қоғамдық қозғалыстар саясиландырылды. Республикада әртүрлі ауқымдағы бірнеше ондаған партия, қозғалыстар мен топтар пайда болды. Компартияның беделі құлдырай бастады. 1989 жылы мамырда КСРО халық депутаттарының бірінші съезі өтті. Онда КОКП мен кеңестік жүйені ашық сынап, КСРОны тарату талаптары айтылды. 1989 жылы 22 қыркүйекте қазақ тіліне мемлекеттік тіл мәртебесін берген Қазақ КСР-ындағы тілдер мен тіл саясаты туралы заң қабылданды. 1990 жылдың көктемінде КСРО халық депутаттарының екінші съезінде КОКП-ның басымдық рөлін бекіткен КСРО Конституциясының 6 бабы жойылды. Қоғамда демократия мен ерікті нарыққа бет құру басым бола бастады. 1990 жылы КСРО-да президент қызметі, кейін барлық республикада президенттік лауазымдар қабылданды. 1990 жылы 24 сәуірде Қазақ КСР жоғарғы кеңесі Қазақ КСР президенті қызметін белгіледі. Жоғары кеңес сессиясында тұңғыш президент болып Қазақстан Компартиясының бірінші хатшысы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев сайланды. 1990 жылы 25 қазанда Қазақ КСР жоғарғы кеңесі республиканың мемлекеттік егемендігі туралы декларацияны қабылдады. КСРО-ның ыдырауы мен Компартия ықпалының толықтай құлдырауына 1991 жылғы тамыз бүлігі себеп болды. 1991 жылы 28 тамызда Компартияның республика аумағындағы қызметі тоқтатылды.
1991 жылғы 8 желтоқсандағы Ресей, Украина мен Беларусьтің арасындағы Беловеж келісімі нәтижесінде 1922 жылғы КСРО құру туралы келісім шарт жойылды. Кеңестер одағы ресми түрде ыдырады. Үш президент тәуелсіз мемлекеттер достастығын ТМ-ді құру туралы келісімге қол қойды. 10 желтоқсан күні республиканың жоғарғы кеңесі Қазақ КСР-ның Қазақстан Республикасы деп өзгертті. Қазақстанның тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев өз лауазымын атқаруға кірісті. Балалар, назар аударайық. 16 желтоқсанда жоғарғы кеңес Қазақстан Республикасының мемлекеттік тәуелсіздігі туралы конституциялық заңды жариялады. Бұл күн Қазақстан Республикасының тәуелсіздік күні. 1991 жылдан бастап Қазақстан Республикасы тәуелсіз мемлекет ретінде дамып келеді. Ұлттық мемлекеттіліктің нығаюы өз жалғасын тапты. Ұлт көшбасшысы мемлекеттік басқарудың қазақстандық моделін қалыптастырудың факторы. Қазақстан Республикасы тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың қазақстандық мемлекеттілікті қайта өрлетуіндегі рөлі өте зор. Оның жүргізген сындарлы саясаты жаңа Қазақстан құрылысының тиімді құралына айналды. Президент жаңа мемлекеттік институттар құру, нарықтық экономикаға көшу, мемлекеттік тіл ұстанымдарын нығайту бойынша жұмыстарды басқарды. 2019 жылы 19 наурызда Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті, елбасы, ұлт көшбасшысы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев өзінің халыққа арналған үндеуінде Қазақстан Республикасының президенті ретіндегі өкілеттігін тоқтатылғандығы жөніндегі шешімін жариялады. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевқа тұңғыш президент статусын бекіткен Қазақстан Республикасының заңына сәйкес елбасы Қауіпсіздік кеңесінің төрағасы, Нұр Отан партиясының төрағасы және Конституциялық кеңестің мүшесі қызметтерін жалғастыратын болды. Осылайша елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев өзінің тарихи міндетін орындай отырып, конституциялық құқығына сәйкес мемлекет басшысы қызметін өз еркімен аяқтады. Мемлекетті басқару міндеті Қазақстан Республикасының Конституциясының 48 бабына сәйкес президенттік сайлау өткенге дейін парламент сенатының төрағасы Қасым-Жомарт Тоқаевқа жүктелді. 2019 жылдың 21 наурызында Қасым-Жомарт Тоқаев ант қабылдай отырып, Қазақстан Республикасының президенті қызметіне кірісті. 2019 жылы 23 наурыздағы Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың номері 6 жарлығымен Астана қаласының атауы Нұр-Сұлтан болып өзгертілді. 2019 жылы 9 сәуірде Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев еліміздің азаматтарына арнаған үндеуінде кезектен тыс сайлау жөніндегі өз пікірін жариялады. 2019 жылы 9 маусымда өткен кезектен тыс сайлауда Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан Республикасының Конституциясына сәйкес алдағы 5 жыл мерзімге Қазақстан Республикасының президенті болып сайланды. Балалар, қорытындылай келе, 1991 жылы 19 желтоқсанда Қазақстанның мемлекеттік тәуелсіздігі ресми түрде қалпына келтірілді. Тәуелсіз даму жылдарында Қазақстан елеулі жетістіктерге жетті. Қазақ мемлекеттілігі қайта өрледі. Президенттік парламенттік унитарлық мемлекет моделі бойынша мемлекеттік басқарудың заманауи институттары жасалды. Елдің жаңа конституциясы мен оған негізделген заңнама қабылданды. Маңызды реформалар жүргізілді. Нарықтық экономика жасалды және макроэкономикалық тұрақтылыққа, берік халықаралық жағдайға қол жеткізілді. Мемлекеттегі этносаралық тұрақтылық сақталды. Ұлттың мәдени-генетикалық кодын қалпына келтіру мақсатымен қазақ тілі мен мәдениетінің беделі көтерілді. Қазақстан заманауи мемлекетке айналды. Жаңа тәуелсіз Қазақстанды құруда Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев орасан еңбек сіңірді. Балалар, енді топтық жұмысқа кірісейік. Яғни, бірінші топтың тапсырмасы 1986 жылғы желтоқсан оқиғасына свод талдау жасайсыздар.
Екінші топтың тапсырмасы Қазақстан Республикасының тәуелсіздігінің жариялануын болжап, жап талдауын жүргізіңіз деген тапсырма беріледі. Яғни сіздер ағымдағы нәтиже, мақсат, жоспар, күтілетін нәтиже талдау жасайсыздар. Үшінші топтың тапсырмасы осындай талдау, бірақ сіздердің алдарыңызға Қазақстанның даму стратегиясы мен бағдарламасынан үзінді беріледі. Қазақстан Республикасының дамуын болжап, осы жап талдауын жүргізіңіз деген тапсырма орындайсыздар. Төртінші топтың тапсырмасы Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың ұлттық мемлекеттіліктің қайта өрлеуіндегі рөлін болжап, жап талдауын жүргізесіздер. Олай болса, іске сәт, балалар. Балалар, тапсырмаларды орындаған болсаңыздар, хронологиялық кестемен жұмыс жасайық. Балалар, өте жақсы. Бүгінгі сабақта сіздер жақсы жұмыс жасадыңыздар. Олай болса, үйге келесі тапсырма. Номері 51-52 параграфты оқып, мемлекеттік стратегиялар және Қазақстан Республикасының даму бағдарламасы бойынша берілген сілтемелер арқылы бейнебаянды көріп, қосымша материалдарды оқып келеміз. Сабақ аяқталды, балалар, сау болыңыздар. Кері байланыс парағын маған жібересіздер.